2018 жылдан бастап сіздер экологиялық стратегияны жүзеге асырып келе жатырсыздар. Сол туралы айта кетсеңіз. Қабылданған экологиялық стратегиямызда 282 миллиард теңге жоспарлап отырмыз. Осы шешімдер қандай нәтиже берді? Сол 56%-ның қай пайызына жеттіңіздер? Біз 21 мың тонна азайттық. 16%. Халықаралық сарапшылар айтады екен, қалдық емес, қалдық болашақ экономика деп. Миллиондаған тонна жатқан қалдықтарды, шлактарды өндіріп, одан концентрат алып, соларды іске асырып жатырмыз. РЭС 2026 экспо көрмесіне RG компаниясы қандай жобалар ұсынады? 600 миллион куб газ, феррогаз жанып жатыр. Біз сол газды алып 80 мегаватт энергия шығарамыз. Бұл жобаға 45 миллиард теңге жоспарлап отырмыз. Не жетіспейді бізге? Мемлекеттік қолдау ма, инвестиция ма, болмаса кадрлар жетіспейтін шығар? Егер біз кешенді экологиялық рұқсат дейді, соны алсаң, жыл сайынғы экологиялық төлемді төлемейсің. RG компаниясы көгалдандыру бойынша қандай жұмыстарды жасап жатыр? Ал біз өз жоспарымыздан өзіміз асып түстік. Қазіргі таңда 5,5 миллион ағаш отырғызылды.